Запись қостым. Сәлеметсіздер ме балалар? Қалдарың қалай? Бүгін практикамыздың екінші күні. Бірінші демонстрация көрініп тұр ма балалар? Иә, Бекзат записіңізді өшіріңіз. Ой, звугыңызды өшіріңіз. Аха, жақсы, белгіленсіздер. Қалған балалар қайда? Так, Ерзат 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қалған алтынайлар белгіленбепті. Оларға айтыңыздар, обязательно кіріп белгіленсін деп. İşten sürünün de okuması. Слайд көрініп тұр ма балалар сіздерге? Көрініп тұр апай. Бүгінгі біздің практиканың екінші тақырыбы хабқа негізделген жұлдыз топологиясы мен желіні модельдеу болып табылады. Бүгінгі сіздермен бірге қойған мақсатымыз пакет трейсер бағдарламалық тренажерін қолдана отырып хаб негізінде жұлдыз топологиясы мен желіні құру. Және де сіздерді хабпен таныстыру. Біз сіздермен кеше өздеріңіз білетіндеріңіздей Cisco пакет трейсер бағдарламасының интерфейсімен таныстық, иә? Ал бүгін сол Cisco пакет трейсер бағдарламасының әртүрлі біз қолданатын жабдықтарымен танысамыз. Бірінші ол бізге керегі маршрутизаторлар. Маршрутизаторлар дегеніміз маршрутизацияның арнайы алгоритмдерінің негізінде деректерді берудің тиімді маршрутын іздеу үшін қолданылады. Мысалы, транзиттік түйіндері ең аз болатын маршрутты жобаларды таңдау кезінде осы маршрутизаторларды қолданамыз. Яғни маршрутизаторлар кешегі интерфейстің қай жерінде тұрады балалар? Қай терезеде тұрады? Кеше сіздермен өттік қой. Төмен жағында тұрады опай. Аха, төмен жағында 6-шы терезеде тұрады, иә? Яғни маршрутизаторлар дегеніміз мына белгі маршрутизаторды көрсетеді екен. Келесі бізге керекті жабдық ол коммутаторлар. Коммутаторлар дегеніміз OSI үлгісінің арналық деңгейінде жұмыс істейтін құрылғы болып табылады екен. Ол желінің бір немесе бірнеше сегментті шегінде бірнеше түйіндерді біріктіру үшін арналған. Коммутатор ішкі кестенің коммутацияның кестесінің негізінде кестелерді таратады. Осыған сәйкес трафик соған арналған MAC адрестің тек өзіне ғана келеді екен балалар. Коммутатор дегеніміз жаңағы 6-шы терезенің астында тұрған осындай белгішеде орналасқан жабдықтар екен. Ал кәдімгі өмірде қолданылатын коммутаторлар мына жердегі қара жабдықты көріп тұрсыңдар ма? Балалар, осы коммутаторлар. Келесі бізге керек құрал жабдық ол концентраторлар. Концентраторлар дегеніміз бір портта қабылданған барлық хабарламаларды басқа порттарға қайталап жіберетін құрал жабдық осы концентраторлар екен. Яғни біз осы концентраторларды өтеміз балалар. Хаб деген осы концентраторлар. Және де осы бүгін көрсетілген концентраторларды, маршрутизаторларды, коммутаторларды барлығын жалғайтын бізге не керек? Байланыс желілері керек. Бұл жердегі байланыс желілері мына жерде сол концентраторлардың жанында тұратын әртүрлі нелер? Байланыс сымдары. Бізге ең көп қолданылатынымыз мына үзінді болып тұрған сымды осы зертханалық жұмыста қолданыламыз. Яғни осы компоненттердің көмегімен бір сұлбаға түйіндерді қосу жасалынады. Пакет трейсер желілік қосудың кең диапазонын қолдайтын кабельдердің жиынтығы
осы байланыс желілері болып табылады. Бүгінгі теориямыз осы балалар қысқаша. Енді зертханалық жұмысымызға көшейік. Мен алдын ала жасап қойғаным, мына өшіріп тастайық. Апай, микрофон жақын ұстайсыз ба? Дауысыңыз естілмей жатыр. Апай көрінбей тұр. Апай слайд қана көріп тұр. Иә. Слайд қана көрініп тұр ма? Қазір. Иә. Иә. Так. Көрінді ма енді балалар? Иә, көрінді. Иә. Балалар, бізге бірінші 3 компьютерді қосып қойып аламыз, иә? Бүкс. Жұмыстасың ба? Не маршрутизаторымызды қойдық, балалар. Сосын 3 компьютерімізді қоямыз. Оны жалғау үшін мына жердегі байланыс желілері батырмасына басып, сосын мына жердегі үзінді байланыс желілері арқылы байланыстырамыз, иә? Пас Ethernet 0. Так. Енді істейміз. Қайда кетесің? Так, отырмаш балалар. Зумнан шыға берсек бола ма? Иә, апай. Апай, зумнан шыға берейік па? Жоқ, оны стандарт қазір көзді жіберем. Осы зумнан шығу керек қой, орындай. Қайсыңдар просто неден? Дұрыс айтады Нұрлыхан. Айтып ашылмай қойды. Пальчиканың аты қандай? Пальчиканың аты? Апай, мен шығып орындай беремін, зумнан шығамын. Кім шығам деп жатқан? Оның аты қандай? Мен Нұрлыхан Тәжібай. Жарайды. Рахмет. Апай, код қалай? Нұрсәуле апай. Ау. Мен Мағаз Фернұр. Қазір пойыздан түсейін деп жатырмын. Шықсам бола ма? Жарайды, шыға бер. Ау. Кіріңдерші қайта. Ешқайсың кірген жоқсыңдар әлі. Апай. Ау. Көзесқа Енді ашылды ғой, апай. Апай, мен пойыздан түсейін деп жатыр едім. шыға берсің ердім енді. Ау. Шыға бер. Рахмет. Аха. Так, Елдос пен Мұса ғана кірді, қалғандарын қайдасыздар? Ертман кірді. Апай, менікі ашылмай жатыр. Загрузка болады. Иә, апай, менде де сондай. Ұзақ болып жатыр ғой, бірдеңе айналып тұр әйтеуір. Қызыл, сары, көк, жасыл.
Муса кірді, иә? Мейірман кіре ғой. Кірді Мейірман, енді Селимжан, Ерзат. Менікі кірді ма апай? Ерзат кірді, иә. Мен кірдім апай. Ерзат кірген жоқсың сен. Бекзат, сенікі ешектің суреті шығып жатыр қайтайды. Балалар запись жүріп жатыр, Ерзат. Кешірім. Селимжан кірді, Елдос кірді, Муса кірді. Жарайды, бастай берейік, иә, балалар? Иә. Қалай 4-ші орынға түсіп қалмай мен? Бәрін дұрыс орындадым. Менікі ойла, менікі біреу дұрыс емес, Уақыт бойынша төртеу. уақыт. Мен бесіншімін. Негізі болмайды, менде төртеуі дұрыс, біреуі дұрыс емес қой. Хотя үшінші орын болу керек қой. Митингке шығып кетемін. Қате орнаққа басыңыз. Біреуі ғана қате болды менде. Сол біреуің дұрыс болып, төртеуі қате болған шығар. Бүгіш, жопа зима. Альфа-лей болған ой етілсейді. Бармай? Нұрсәлі апай, даусың естілмейді. Әлі өткен жүрсің. Балалар модулға кіріп, кері байланыс жасаңдар жарай ма? Міндетті түрде. Қалай? Хорошо, апай, Иә. хорошо. Кері байланыс деген өзің советің жазасың. Үйренді. Қай жерге жазасың?